Аса қадірменді спортшылар қауым, Шырайлы Шымқаладағы Алаш Прайд 87 турнирі жалғасуда. Және де 8 жұптағы жауынгерлерді ортаға шақырамыз. Көкбұрышқа Өзбекстаннан келген Жасур Махмудовты шақырамыз. Go'zal axloq degan libosi bor millatim, qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbegim. Mani elim, g'ururim, jonim kunda bo'lsin agar u mani kamida qardam. Salomatlik bor, oqibatda oxiratdagi damodam xotirjam o'zbegim. Mani millatim, donishmand devonxonam, bu yerlarni kizni bo'lib hayronatni xarobotdilar. Demonayim mashosh qandolar, Ibn Sino bobollarim, Hazrati Laqshbar, darajada ulug'lar, Bahodir nonlar, аса қадірменді спортшылар қауым, октагонның қызыл бұрышына Қазақстанның жауынгерін шақырамыз. Айналайын Шымкентім, қошеметпен жерлестеріңді қарсы алыңдар. Досбол, Шабандос, Ережеп! Қай еріңсің ғұмыр қайын. Қалықтырмалы, қамалда шағын, аш көзін қоямын. Сіздердің назарларыңызға жауынгерлерді таныстырып етейін. И первым я представляю бойца в синем углу октагона. Ему 21 год. Его рост 170 сантиметров. Его вес 66 килограммов. Его личный профи-рекорд: 1 победа и 1 поражение. Он чемпион Узбекистана по универсальному бою, а также мастер спорта по юнифайт. Также он чемпион Узбекистана по кикбоксингу. Он
представляет клуб Нур-Султан Тим. Дамы и господа, это Намангансский кошмар Жасур Махмудов, Өзбекстан. Енді сіздердің назарларыңызға октагонның қызыл бұрышындағы жауынгерді таныстырып өтемін. Оның жасы 26-да, оның бойы 170 сантиметр, оның салмағы 66 келі. Бұл профи дебют, яғни кәсіби октагондағы тоқсау кесері. Ол грэплинг пен комбат, джиу-джитсудан спорт шебері, және де ол грэплингтен Қазақстанның чемпионы, және де комбат джиу-джитсудан әлем чемпионы, Шымкент қаласындағы Биба 17 клубының өкілі Досбол Шабандоз, Ережеп, Қазақстан. Махмудов Жасур, Ережеп Досбол жартылай жеңіл салмақтағы жекпе-жек. Бүгін кештің 8-ші жобы. Досбол дебютант, Жасур бұған дейін 2 жекпе-жек өткізіп үлгерген. Әсіпқой ММА-де 1-1 рекорды. Жоғарғы қарқында бастап отыр екеуі. Қашықтықты қадағалауға тырысуда. Жасур бірақ қалай дегенмен қазір Досбол ең алдымен октагондағы кеңістікке ие. Міне тіпті қолын түсіріп алған тұлыда. Ережеп өте жақсы орынды жасалған тейкдаун, бірақ соңына дейін жеткізе алмады. Өкінішке қарай уақытты жақсы таңдай алған еді. Жасур тейкдауннан жақсы қорғана алатынын көрсетіп отыр. Аяқпен аз соққы жасайды, және соққылар көбінесе төмен. Аяққа жасалған соққылар, керемет. Лоу кик, жергілікті спортшының орындауында. Тағы да күреске ұмтылып көрді, бұл жолы да Жасур дайын. Өзі қатты күрескісіне келмейді, байқасаңыздар. Бұл жерде әрине ең алдымен Ережеп күреске бейім. Октагонның ішінде толықтай қазір қожайынға айналды. Ережеп кеңістікті адалайды, әрдайым қысым жасайды, және Жасур қарсыласының шабуылдарын күтіп жүруге мәжбүр. Міне тағы да орынды жасалған тейкдаун. Бұл жолы қарсыласын партерде ұстап қала алды. Шынтақпен соққы жаудыру керемет. Қарсыласының арқасына да шығып үлгерді. Барлығын жақсы қадағалап отыр. Әзірше позициялық артығар емес, соққы жаудырудан. Міне енді біртіндеп бэкмаунт еншілейтін шығар. Құтылып көрмекші болды Махмудов, бірақ қарсыласын қыспақтан жіберер емес. Досбол қорғана алды. Ережептің шабуылдары өте сенім жақсы көрінген еді, соған қарамастан қазір қарсыласын партерден шығарып алды. Раундтың ортасына да келіп қалды. Бұл жерде енді Досболдың функционалдық дайындығы қандай деңгейде, соны көретін боламыз. Жаңағы шабуылға көп күш беріп қойған сияқты. Ал көп шабуылдамаған, Жасур шабуылдамаған болып көрінеді, шаршамаған болып көрінеді. Қарымта шабуыл Ережептің орындауда. Міне тағы да. Өте жақсы. Позиция ішіледі ме? Жоқ, бұл жерде Жасурдың өзі қарымта шабуылға көшті. Жаттықтырушылары қарсы емес. Досболға осы позицияда қала бер дейді. Шынтақпен өте ауыр соққыларды көрдік. Қазақстандықтың орындауында керемет. Арқада жатса да міне қазір соққы жаудыруға мүмкіншілік тауып отыр. Ал Жасурдың не істеп жатқанын көріп отырсыздар. Қарсыласын торға қарай итермелеуде. Аяққа тұрады ма? Ережеп соны көздеуде қазір мүмкіншілік бар. Еш қиындықсыз аяққа тұра алды. Жасурда партерде көп
күреспей қояйын деп шешкен болу керек. Бірден позициясын күреспей бірден жібере сал. Арена әрине Ережеп Досболды алға итермелейді. Міне тағы да кезекті тейкдаун қомтылды. Өте жақ. Тұрып қалды бір орында Жасур және ауыр соққыдан кейін өзі күрескен қуға мәжбүр болды. Соңғы секундтарда қылқындыру жасай алады ма? Октагонды қолданып қылқындырмақшы. Мүмкіншілік бар әлі қалай дегенмен. Бірақ қылқындырмай позиция ішлеу жөн санаған екен. Бір нақты бір тұста қарсыласын ұстап қала алмады. Және қазір Жасурдың өзі қарымта шабуыл жасауы мүмкін. Басты жіберуге болмайды. Әрине қазір Махмудов Жасур басын шығарып алса, онда жақсы позицияға, шабуылдайтын позицияға ие болады. Сондықтан барынша уақыт созып қарсыласын бұл жерде ұстау керек. Соңғы 10 секунд. Өте жақсы. Соққы жаудырып үлгерді Жасур. Алғашқы раунд аяқталды. Өте тартысты раунд. Теңдеуі де болатын шығар. Бәлкім сәл басымдылық Ережепте де болған шығар. Бұны төрешілер шешетін болады әрине. Нашего косметического спонсора, компанию «Жақсан» и директора Узербаева Оналбаева. Көп рахмет. Seconds out. Көмекшілер октагоннан шықсын. Секундантан покинуть октагон. Екінші раундты күтеміз. Ардақты Махмудов Жасур, Ережеп Досбол. Қолдау білдірейік. Бастаймыз. Екінші раунд. Екеуі де аяқтан нұқтыр. Октагонның ортасын қадағалары келеді әрине. Өте жақсы, дәл тиген соққы. Күресудің сәтін іздейтін болады әрине. Ережеп, ал Жасур қазір ең алдымен қашықтықты қадағалаумен айналысады. Лоу-киктері енді шынымен де ауыр Досболдың. Бірінші раундта да байқаған болатынбыз. Бұл жерде Махмудовтың өзі күреске ұмтылды. Бұған қалай қарайсыздар? Мойын бар, мойынды қазір жақсылап қысып алған. Ережеп және позиция ішілуге әзірше мүмкіншілік жоқ. Қолды қысып ұстап алған. Торға тіреп барып тейкдаун жасауға болады. Бұл жерде Жасурдың да қылқындырып көрмекші болған көрдіңіздер. Бұл жерде енді функционалдық дайындықта маңызды рөл атқара бастады. Ережептің сәл шаршай бастаған байқадық. Күресуге алғашқы раундтағыдай мұршасы жоқ енді. Міне тағы бір соққы алмасу, екеуі де бір-бір ауыр соққыдан тартып үлгерді. Міне қолмен соққылар да тиіп жатыр. Есеңгіретті ары қарай жалғастыру керек. Бірақ аяққа ұмтылды бірден. Қылқындыру жасай алады. Керемет. Қорғаныс әдісі. Соққы жаудыра беруге болар еді, бірақ күресуді жөн көрген екен. Бұл позицияда алғашқы раундта қарсыласын ұстап қала алмаған болатын. Ережеп бұл жолы да соған келе жатқан сияқты.
сілкіп қазір Жасур ауыр позициядан шығып кетуге жақын. Қадегімен міне қарсыласының үстінде қалды. Жасур ұтымды позицияға ие қазір соққы жаудыратын болады. Ал арқада жатып Ережеп Доспол шабуылдай алады ма? Аяққа тұруға талпыну керек ең алдымен. Қазір екеуде әбден шаршаған, терлеген, сондықтан арқада жатып әдіс жасау өте қиын. Болады әрине, бірақ сирек кездесіп жатады бұндай жағдайлар. Ал Жасур әрине ыңғайлы позицияға тап болғаннан кейін бұны жібермеуге тырысады. Керемет, аяққа тұра алды. Ережеп. Вау, бір аяқтан ұстап қазір. Слэм, бірақ қателігі өзбек спортшысының қазір Ережеп. Аяққа тұрып кетті. Өзі шабуылдауға мүмкіншілік алды. Бұл жерде саусақты қолғаптың ішіне салып жеген сияқты. Олай ұстауға болмайды. Бір ескерту. Ауызша. Соның арқасында міне спортшыларды қазір аяққа тұрғызып отыр рефери. Ережеп шабуылын тоқтатар емес. Соққылардың салмағы бар екен сезді. Қарсыласын қуатуға болатын сезді. Міне тағы да жалғастыра беру керек. Бірақ сәл кідіріс тағы да. Бой ұзындау әрине. Махмудовтың сол кедергі болмаса, дәл тиіп жатқан соққылардың салдарын көріп отырсыздар. Досполдың. Міне тағы да. Өте жақсы. Джеб өте орынды, бірақ шабуылды ары қарай дамыта алмай жатыр әзірше жергілікті спортшы. Соңғы секундтар. 30 секундтай уақыт. Дәл тиген соққы тағы да. Тағы да күресте қазір есін жиып алатын болады. Күресуге болмайды. Шортыдан ұстап алған бұл жерде тағы да ескерту беру керек. Міне тағы да екінші рет. Бұл саналы түрде қазір ереже бұзып отыр деген сөз. Жасур Махмудов бір ұпай алынды. Екінші рет ескерту берілгеннен кейін барлығын дұрыс жасап отыр рефери. Соңғы секундтарда соққы жасалады ма? Дәл осы ескертудің арқасында раунд әрине. Қазір Доспол, соққы алмасу. Міне тағы да жалғастыра беру керек. Енді нокдаун бола ма деген. Екінші раунд аяқталды. Кезде Махмудов Жасур тепе-теңдікті сақтап қала алуда. Seconds out. Көмекшілер октагоннан шықсын. Соңғы раунд, шешуші раунд деуге болатын шығар. Шешуші раунд. Махмудов Жасур, Доспол Ережеп. Өте маңызды раунд, екеуі үшін де.
Бұл раунд толықтай жекпе-жектің тағдырына әсерін тигізуі мүмкін, сондықтан екеуі де жинақы. Жеңіске деген құлшынысты ең алдымен бізге ережеп көрсетіп отыр. Лоу-кикті баяғыдан бері қосу керек еді. Алғашқы раундта, екінші раундта бірнеше мәрте. Тағы да күрес, бірақ күреспеу керек. Күресуге болмайды. Барлығын дұрыс жасауда. Соққы жаудыра беру керек. Соққыны ұстай алады екен. Жасур Махмудов қаншама соққыны өткізіп алды. Қысымды ары қарай жалғастыруда. Міне тағы да. Көрдің бе? Құлап бара жатып, көрдіңіздер ме? Құлап бара жатып аяққа ұмтылады. Міне. Бұның барлығы ең алдымен есін жиып алу үшін, әрине. Күресу, қарсыласын партерге құлату деген ой жоқ тіпті. Толқындыру әдісін дайындап жатыр ма бұл жерде? Ережеп нені көздеді екен? Барлығы дұрыс. Қазір Досполға күресудің түкке керек жоқ. Әзірше басымдылыққа қызыл бұрыштағы спортшы е. Керемет. Жасурдың да жауабы. Міне лоу-киктің салдарын көрдіңіздер. Тұрсын анда-санда ауыстырып тұруға мәжбүр. Өзбекстандық спортшы. Шабуылды әбден доғарды. Махмудов міне осыны қолдану керек ең алдымен. Доспол ережеп. Осындай соққы алмасатын сәттер көбейіп кетті. Міне тағы да дәл тиген соққы күресте. Дем алуға мүмкіншілік іздеуде бірден Жасур. Өте жақсы. Орынды жасалған. Шабуыл. Қол жоғары ұстау керек деген кеңес беріп отырмыз, қайта-қайта естіп отырмыз. Доспол ережепке. Әбден шаршады, екеуі де шаршады, түсініп отырмыз. Бірақ әлі 2,5 минуттай айқасу керек. Қарқын раундтың ортасына қарай төмендей бастады. Міне тағы да ережептің соққылары. Бұл раундты әрине Доспол толықтай өз еншісіне жасып келе жатыр. Бұл раунд бойынша ешқандай күмәніміз жоқ. Қол жоғары ұстау керек, әрине. Бір ғана соққы қазір Досполдың 3 раундтық жұмысын жоққа шығаруы мүмкін. 1,5 минут. Қолды қайта-қайта көтер деп жаттықтырушылары айқайлауда. Онысын түсініп отырмыз әрине. Басты қорғау керек. Күресуге еш мүмкіншілік берер емес. Ережеп өте жақсы позицияға ие болды. Соққы жаудырады ма әлде әдіс жасаудың амалын іздеді ме? Өте жақсы. Толқындыру әдісін жасап көрді, бірақ бұл тұс сәл ыңғайсыздау, әрине. Толықтай қарсыласының арқасына шығу керек. Шынтақпен өте жақсы соққылар. Қазір жекпе-жек мерзімнен бұрын аяқталуы да мүмкін. Ережеп толықтай қазір басымдылыққа қанның иісін сезді, әрине. Жергілікті спортшы, бірақ Жасур көнер емес, қарсыласының аяғын құшақтап алып, соңына дейін қорғануда. Отылсам да мерзімнен бұрын отылмаймын деген сыңай танытып отыр ғой. Белсенділік көрсету керек, рефери ескертіп отыр. Міне тағы да бірнеше жауапсыз соққы. Бұл раунд жалпы жекпе-жек ішінде қаншама ауыр соққы қабылдауға мәжбүр болды. Жасур соған қарамастан толықтай шырау тайқасы шықты.
Төрешілер ұпай есептеуде және де бірнеше сәттен кейін осы жекпе-жекте кім жеңіске жеткенін білетін боламыз. Сонымен аса қадірменді спорт сүйер қауым. Бұл кездесуде төрешілердің бірауыздан шыққан шешіммен жеңіске жеткен қызыл бұрыштағы жауынгер Досбол Шабандоз Ережеп, Қазақстан. Ардақты ағайын, қарсыласына да осындай тартысты жекпе-жек көрсеткен үшін бір ту қол шапалақ етсек, қалай ойлайсыздар? Солай емес па? Достойный соперник. Жеңімпазға қолдау білдірейік ағайын. Досбол Шабандоз Ережеп, чемпион. Ассалаумағалейкум Чемкент, ассалаумағалейкум Қазақстан. Ең әуелі, әлхамдулилля, барлығы Аллахтың қалауымен. Сосын үйде Түркістан облысы Келес ауданы Береке ауылында әкешем күтіп отыр. Анам білмейді бойға шығатынымды. Аллаға шүкір, әкеше жеңіске жеттім. Бауырларыма, өзім туған ағаларыма, мына жердегі барша бауырларға қолдап келген, сонау Келестен, Сарағаштан келген бауырларға мың алғыс. Әлхамдулилля. Және де мен осы жарысқа дайындап жүрген ағайларыма, ауылда күрестен дайындаған Әділхан ағайыма, мына Қалдар ағайым, екі бауыр ағайым бар. Мирхан ағайым, Мұхтар ағайым, Бейбіт ағайым, Әділ ағайым. Сосын көмектеп жүрген бауырларға мың алғыс. Әлі талай биік шыңдарды бағындырамыз. Әлімжан аға, рахмет. Алла разы болсын. Алашбай дами берсін. Құтты болсын. Көкпар жасасын,